Кезекті жол көлік оқиғасы Қонаев Гүлзары мен Жандосов көшесі қиылысында тіркеледі. Мұнда Opel мен Mazda автокөлігі соқтығысады. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Көргендердің айтуынша, Opel жүргізушісі Қонаев Гүлзарынан келіп Жандосов көшесіне қарай солға бұрылмақшы болған. Қарсы беттен келген Mazda жүргізушісі көлігін тоқтата алмай, Opelдің орта тұсынан соғады. Қазір қай жүргізушінің кінәлі екені анықталып жатыр. Күндіз Шымкент қалалық ішкі істер басқармасы жедел басқару орталығына 102 сым тетігі арқылы қала тұрғыны қоңырау шалып, Ташенов көшесі мен Майлы Қожа көшесі қиылысындағы бұзылып жатқан ескі үйдің ішінде адам мәйіті жатқаны жайында хабар береді. Оқиға басына Әл-Фараби аудандық полиция бөлімінің жедел тергеу тобы келіп жұмыс жасайды. Қалалық ішкі істер басқармасының басшысы да осында болды. Суықтан мерт болған кісі үйсіз азаматқа ұқсайды. Қазір оның қандай жағдайда қайтыс болғаны тергеліп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысының полицейлері ізін суытпай аккумулятор ұрлығына қатысты күдіктілерді құрықтады. Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінің кезекшісіне Бадам ауылында орналасқан ұялы базалық станциясының бірінде ұрлық жайты орын алған туралы хабар түскен. Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру шарасы барысында ізін суытпай 3 күдіктіні құрықтады. Олар Оңтүстік Қазақстан облысы және Шымкент қаласының 1991-1992 жылғы тұрғындары. Жұмыссыз екеуі алдын сотты болған. Күдікті ретінде ұсталып, Ордабасы аудандық ішкі істер бөліміне жеткізілді. Осы бойынша тергеп тексеру барысында олар өз кінәларын толығымен мойындап, және бұдан да басқа 17 қылмысқа қатыстылығы бар екені анықталды. Сонымен 2016 жылдың 7 желтоқсан күні күдіктілер Қараспан елді мекеніндегі ұялы телефон станциясына заңсыз кіріп, жалпы құны миллион теңге құрайтын 12 аккумуляторды ұрлаған. Барлық ұрланған затты төмен бағамен сатып, ақшаны өз қажеттіліктеріне жаратып отырған. Жәбірленушілерге келтірген шығын көлемі жалпы 5 миллион теңгеден асады. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабымен ұрлық қылмысы бойынша іс қозғалған. Күдіктілер қамауда, айғақтық заттар тәркіленді. Сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.